Сәлем достар, бүгін сіздермен таңғы асқа өте жұмсақ американский панкейктер жасаймыз. Ол үшін бізге керек заттар: 1 жұмыртқа, 50 грамм қант, 140 грамм ұн, 1 ас қасық қопсытқыш, 200 грамм жылы сүт, 50 грамм сары май. 1 жұмыртқамызға 50 грамм қантымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын сары майымызды қосып, ерітілген, тағы да араластырамыз. Сары маймен қанттың басы біріккеннен кейін жылы сүтімізді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты қосып, екеуінің басын біріктіреміз. Сосын ұнымызды електен өткізіп, бір консистенцияда қамыр шыққанша жақсылап араластырамыз. Достар, ұнды не үшін електен өткіземіз? Өйткені панкейктеріміз піскен кезде көтеріліп, әдемі жұмсақ болып пісу үшін. Сол себептен қамырымыз бір консистенцияға шыққанша осылай әбден араластырамыз. Қамырымызды қызып тұрған табаға құямыз. Табаның іші міндетті түрде қызып тұру керек. Және іші құрғақ болу керек. Ешқандай май қоспайсыздар, достар. Пешті қатты қыздырмаймыз. Пеш орта отта ұстаған жөн. Панкейктердің бетінде 1 минуттан кейін шамамен осындай көпіршіктер пайда болады. Сол кезде екінші жағына ауыстырамыз. Екінші жағы бірінші жағына қарағанда тез піседі. Панкейктеріміз өте жеңіл әрі тез дайындалады. Осылай 1 минуттың ішінде тез піседі. Таңғы асқа, отбасыңызды қуантуға, таңғы шайға осындай тәтті, тез әрі жеңіл дайындалатын панкейктерді дайындап берсеңіздер болады, достар. Мінекей панкейктеріміз дайын, достар. Оны үйде қандай жемістер бар, сондай жемістермен әсемдей берсеңіздер болады. Мен құлпынаймен әсемдедім. Және үстіне құлпынай тосабын құйдым. Маған құлпынай тосабы өте қатты ұнайды. Менің видеом сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетсеңіздер болады. Сіздермен болған Әлия Тлеуғапыл.